Гай Юлий Цезарь ең ұлы Рим қолбасшысы, саясаткер мен жазушы. Ерекше қасиеттері тарихта қалып, есімі ел аузында қалған тұлға. Гай Юлий Цезарь біздің дәуірімізге дейінгі 100-ші жылы дүниеге келген және асыл римдік отбасынан шыққан. Аңыз бойынша, Юлийлер отбасы троялық батыр Энейден тараған. Оның тәтесі Гай Марияның әйелі болды. Ол кезде ол Рим консулы болды. Ал Цезарьдің өзі Корнелия Зениллаға үйленді. 80-ші жылдарының ортасында Цезарь Юпитердің жалыны болды. Жалын әрине ол діни қызметкер дегендей. 83-82 жылдардағы азамат соғысынан кейін билік Люций Корнелий Сулланың қолына өтті. Диктатор Гай Юлийден әйелі Сулланың қарсыласа Люций Корнелий Циннаның қызымен ажырасуды талап етті. Цезарь үшін оның ықпалды туыстары араша болды. Алайда жігіт лауазымынан да мүлкінен де айырылды. Ол да Италияны тастап, Азия провинциясындағы әскерге қосылуға мәжбүр болды. 78 жылы Цезарь Сулла қайтыс болғаннан кейін Римге оралды. Оның саяси мансабы республикадағы сулландық жүйені жоюға құрылды. Ол қуғын-сүргінге ұшыраған адамдарды қолдаумен айналысты. 60-шы жылдары Гай Юлий Цезарь суллан жазалаушыларының қылмыстық жауапкершілікке тартылуын қамтамасыз етті. Ол өзінің ашықтығы мен жомарттығымен Рим халқының жүрегіне жол ашты. 65-ші жылдары Гай Юлий адил, яғни ғимараттарды басқаратын шебер бола отырып, өзінің танымалдылығын арттыру үшін адамдарға үлкен ойындар ұйымдастырды. Бірақ бұл оқиғалар оны қарызға батырды. 62-ші жылы Цезарь претор болды. Құзыретіне азаматтық істер бойынша сот төрелігі кіретін шенеунік. Бір жылдан кейін ол одан әрі Испания провинциясын басқаруға жіберілді. Қарыздар оның орнын жоғалтуы мүмкін еді, бірақ Марк Лициниус Крас Римдегі ең бай адам және біздің заманымыздан бұрын 70-ші жылы консул саясаткерге кепілдік берді. Онда алғаш рет оның әскери жетекшілік қабілеттері, сондай-ақ ең жақсы қасиеттері табандылық пен мақсатлық пайда болды. 60-ші жылдың жазында Цезарь Римге оралып, консулдық сайлауға өз кандидатурасын ұсынды. Оған Марк Лициниус Крас пен Гней Помпей өзара тиімді мақсаттарға жету үшін қолдау көрсетті. Гней Помпей ол саясаткер және қолбасшы болды. Бір жылдан кейін Гай Юлий Цезарь консул болып сайланды. Ал жақын серігі Марк Бибул оның консулдықтағы әріптесі болды. Шын мәнінде билік Цезарьдің қолында болды. Ол бір қатар маңызды заңнамалық бастамалардың қабылдауына қол жеткізді. Шығыстағы Помпейдің барлық жарлықтарын бекіту, қоғамдық меншіктегі шаруаларын жалдау, ақысын төмендету. Помпей ардагерлері мен кедей азаматтарына қоғамдық жерлер есебінен жер бөлу және бопсалау заңы арқылы провинциялардағы губернаторлардың озбырлығын шектеу болды. Триумвираттың билігі Гай Юлийге 5 жыл бойы 3 провинцияны, Цезальт Галлияны, Нарбона Галлияны және Илирикті проконсул ретінде алуға мүмкіндік берді. 58-ші жылдары Цезарь Римді тастап, Гал тайпаларына қарсы әскери жорық бастады. Оның нысанасы Атлант мұхитынан Римге дейінгі созылған Шаги Галлия деп аталатын жер болды. Консул Гал тайпаларының келіспеушілігін шебер пайдаланып, біздің заманымыздан бұрын 56-ші жылдағы римдіктер бүкіл Галлияны басып алды. Оның легиондарының саны 10-ға дейін өсті. Біздің заманымыздан бұрын 55-ші жылдан 53-ші жылға дейін Цезарь әскері Рейн арқылы 2 жорықпен Ұлыбританияға 2 жорық жасады. 52-ші жылдарда Римдегі ауыр толқулардан кейін Помпей әріптессіз консул болып тағайындалды. Ол өз өкілеттігін 5 жылға ұзарта алды, бірақ Цезарьдің ондай мүмкіндігі болмады. 53-ші жылы Крас қайтыс болғаннан кейін ықпалды 2 қолбасшы арасындағы қақтығысты болдырмау мүмкін емес екені белгілі болды. 52-ші жылы Галлияда Авердердің Косима Верцингеторикс бастаған Рим билігіне қарсы көтеріліс болды. Бір жылдан кейін көтеріліс басылып, Цезарь шайқаста шыңдалған әскерді және бір қатар тамаша офицерлерді қабылдады. Олардың арасында Тит Лабиенос, Марк Антоний және Децим Брут болды. 50-ші жылды біздің заманымыздан бұрын әрине. Рим сенатында Цезарьдің проконсулдық өкілеттігі аяқталған кезде даулар басталды. 49-ші жыл 1 наурыз Цезарьдің проконсул ретіндегі өкілеттігі аяқталды. Біздің заманымыздан бұрын 1 қаңтардан бастап 48-ші жылы оның консулдығы болды. Мұндай үзіліс қолбасшы жақтастарын үрейлендірді.
Плебей трибунасы Гай Курио ымыраға келуді ұсынды. Цезарь мен Помпей бір уақытта отставкаға кетеді. Алайда Помпей мұнымен келіспеді. Сенат Цезарьдан әскерлерді таратуды талап етті. 10 қаңтардан 11 қаңтарға қараған түні біздің заманымыздан бұрын Гай Юлий Цезарь өзінің легиондарымен Рубиконды кесіп өтті. Мөлдір құйылды. Цезарь өзінің атақты сөзін айтып, оның әскері республикаға қарсы аттанды. Помпей Грекияға қашып кетті, ал галдарды жаулап алушы Римге жеңіспен кіреді. Біздің эрамызға дейінгі 49 жылдың жазында Цезарь әскерлері Испаниядағы Помпейдің 7-ші легионын залалсыздандырды. 48 жылы 9 тамызда Фарсал шайқасында Гай Юлий Цезарь Гней Помпейдің көп әскерін жеңді. Помпей Мысырға қашып кетті. Сонда ол біздің эрамызға дейінгі 48 жылы 28 қыркүйекте өлтірілді. Цезарь оның және оның жақтастарының соңынан ерді. Онда ол 9 айға жуық уақыт өткізді және патшайым Клеопатрамен қарым-қатынасты бастады. 47 жылдың күзінде біздің заманымыздан бұрын Гай Юлий Цезарь Римге оралды. Бірақ ол онда ұзақ тұрмады. Қолбасшы Помпей жақтастарының негізгі күштері шоғырланған Африкаға кетті. Оларды Нумидия патшасы Юба қолдады. 46 жылы сәуірде Цезарь Тапс шайқасында помпейліктерді жеңді. Шайқастан кейін оның қарсыласы Марк Порциус Като өз-өзіне қол жұмсады. Помпейдің ұлдары Испаниядағы қолбасшымен соғысуды жалғастырды. Негізгі шайқастар біздің дәуірімізге дейінгі 45 жылдың қыс-көктемінде болды. 17 наурызда Цезарь мұнда шайқасында Гней Помпейдің үлкен ұлы мен оның бұрынғы серіктесі Тит Лабиендо ұрыс даласында жеңді. Фарсал шайқасынан кейін Цезарь белгісіз мерзімге мәңгілік диктатор болды. Сонымен қатар ол консулдық қызмет атқарды. Цензор, яғни біліктілігі бар шенеунік және ұлы понтифик атанды, яғни бас діни қызметкер. Император атағы оның есімінің ажырамас бөлігі болды. Император Гай Юлий Цезарь. Бұл атақ ең жоғары әскери күшке ие болуды білдірді. Оны қолдағандар Сенаттағы өз партиясы легионерлер 100 мыңға жуық, қолбасшының өзі пара алған қалалық плебтар. Цезарь провинцияларға Галия, Испания, Африка және Сицилия тұрғындарына азаматтық құқықтар берді. Қолбасшы әскердің 80 мыңнан астам ардагерлері жаңа Рим провинцияларынан жер телімдерін алды. Салық жинау жүйесі жартылай жойылып, мемлекеттік салық қызметін қалыптастыруға елеулі қадамдар жасады. Цезарь Римді мегаполис ретінде емес, Италияның қалаларының бір ретінде қарастыратын жаңа муниципалдық заң қабылдады. Біздің эрамызға дейінгі 44 жылдың басында Цезарьға қарсы қастандық жасалды. Оған бұрынғы помпейліктер де, әйгілі саясаткердің бірнеше серіктестері де қатысты. Гай Юлийдің басты талабы оның жеке билігін нығайту және патшалық билікке ұмтылу болды. Көтеріліске Помпейдің жақтастары Марк Брут пен Гай Кассий, сонымен қатар Цезарь офицерлерінің бірі Децим Брут жетекшілік етті. 15 наурызда Гай Юлий Цезарь Сенат ғимаратында пышақталып өлтірілді. Цезарь шабуылдаушылар арасында Марк Брутусты көргенде билеуші әйгілі сөйлемді айтты. Ал сен, Брут! Цезарь Рим тарихындағы ең атақты адам болды. Кейбіреулері үшін ол демократиялық монарх, жасаушы және данышпан, сондай-ақ ежелгі өркениеттің құтқарушысы болды. Басқалары үшін бір қателіктен кейін бір қателік жасаған авантюрист. Цезарь дағдарыстан шығудың жолын ашты, бірақ оның ізбасарлары оның қателіктерімен жұмыс істеуге мәжбүр болды.